Сонымен біз кітаптарымызды кәсіби және оқылатын етіп форматтауға көмектесетін бірнеше құралдарды қарастырдық. Алайда, біріншіден қолмен отырып форматтау өте көп уақыт алуы мүмкін. Екіншіден, жұмыс парақтарымыздың тіпті жұмыс кітаптарымызда бір жүйелікке келген форматтау болу қажет. Бұған көмектесу үшін Excel бізге таспаның басты қойындысында орналасқан бірнеше кірістірілген стильдерді береді. Осы стильдерді қолдану үшін алдымен ұяшықты нұқыңыз. Стилі ячейік, стильдер галереясына келіңіз. Сонда сіз көптеген спектр бар стильдерді аласыз. Енді мен тақырыбымның стилін өзгерту үшін заголовок тақырып стилін таңдаймын. Өте жақсы. Енді мен деректердегі баған тақырыптарымды өзгерткім келеді. Ол үшін мен жолды таңдап, стильдеріме қайта ораламын. Және бұл үшін акцент опцияларында акцент 1 стилін таңдаймын. Және бұл мен үшін керемет көрінеді. Енді мен сату менеджерлерін таңдап, олардың шағын тақырыптарға ұқсағанын қалаймын. Сондықтан мен стильдер галереясында заголовок 4 дегенді таңдаймын. Төмендегі осы кішкене деректердің стилін өзгертуге тағы да акцент 1 стилін таңдап, ал содан кейін қасындағы деректердің сәл өзгеше болғанын қалаймын. Осы акцент 1 стилінің 100%-дан 20%-ға дейінгі түрлері бар екенін байқаймыз. Біз осы 20%-ды таңдаймыз. Осылай өте тез сәнделген және келесі таблица құруда мен дәл осы стильдерді қолдансам, менде барлығы бір стильді сақтап тұрады. Бір кішкентай ғана мәселе. Егер маған ұсынылатын түстер ұнамаса ше? Мысалы, мүмкін менің компаниямның түстері көк емес, мүмкін олар көгілдір немесе қызыл қоңыр шығар. Міне дәл осы жерде Excel бізге тағы тақырыптар деп аталатын құрылғы ұсынады. Тақырыптар 2007 жылы енгізілді және сіз оларды қойындының разметка страницы парақ орналасуы таспасының сол жағында таба аласыз. Енді тақырыпты қолданбас бұрын мен түсінікті нәтиже алу үшін бір кішкене өзгеріс жасағым келеді. Сонымен мен осы ұяшықты таңдап, главная қойындысына келіп, мен тақырып түсін өзгертемін және қаріпке келіп, оны да өзгертемін. Жарайды. Енді менің разметка страницы қойындысына оралып, тақырыптарға келемін. Қазір біз стандартты өзіміз құрған тақырыпты қолданып отырмыз. Бірақ сіз оны оңай өзгерте аласыз. Сізге тек қалағаныңызды таңдау үшін басқа тақырыптардың үстіне апару керек. Менің таблицамның қаріптер стилі түстері өзгеріп отырған байқайсыз. Маған ион тақырыбы ұнайды. Мен оны басамын және менің бүкіл парағым қайта пішімделеді. Әрине өзгертілген ұяшықты қоспағанда. Осылай сіз тек түстер мен қаріптердің де өзгергенін байқадыңыз. Алайда бізде бұл жұмыс парағы өзгеріп қана қоймай, менің жұмыс кітабымның қалған бөлігін қараңыз. Бүкіл парақтарда тақырып жаңартылды. Бұл сәндеуді өзгертудің өте жылдам әдісі. Алайда есте сақтау керек жалғыз маңызды нәрсе. Бұл құралмен жұмыс істер алдын көрсетілгендей тақырып түстерін және тақырып қаріптерін бір рет белгілеп алу керек. Одан басқа, егер сіз қаріптерді ұнатып, бірақ түстер ұнамаса, цвета дегенге келіп, түстерді өзгерте аласыз. Әрине сіз жай ғана қаріптеріңізді де өзгерте аласыз. Сондай-ақ сіз өзіңіздің жеке түстеріңізді де, өзіңіздің жеке қаріптеріңізді де орната аласыз. Бірақ Excel бағдарламасы сізге көптеген опцияларды бере алды және олардың өзі жеткілікті. Сонымен сіз бұл аптада форматтауды өзгертуге арналған бірнеше құралдарды үйрендіңіз. Енді өзіңіз жаттығып, тестке дайындалыңыз.